Жанболат, не деген энергия, өзіңіз кәдімгі сезгендей бір жарқырап шықтыңыз, жарқырап тұрсыз өзіңіз. Ой, неше күннен бері ниет етіп костюм шалбар киіп жүрмін. Иә, әдемі болып жүрсіз, байқадым негізі. Иә, сол. Шақырамыз ба, дайынсыз ба? Шақырайықшы, сағынып кетті ғой. Ал, Жанболаттың үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Жанболат, сіз де жайғасыңыз. Ал, өзіңізбен танысайық. Есіміңіз? Сәлеметсіздер ме? Есімім Айжан. Жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. Қай жақтың тумасысыз? Осы Алматы қаласының. Неге Жанболат? Жалпы ұнады өзіме. Сырттай әлеуметтік желіден қараған соң. Солай таңдап келдім. Жанболат, сұрақтарыңыз. Иә, сәлеметсіз бе? Алды сонша таң қалдыңдар ға? Сұлу қыз. Қош келдіңіз, Айжан. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Жасым 20-да дедіңіз, де? 20-да. Отбасыда қанша ағайындысыздар? Руыңыз кім? Отбасымда 3 ағайындығым, 2 ағам бар. Руым Қожа. Қожа деген? Күшті. Так, ата-анаңыз біледі, жалпы мұнда келгеніңізді? Иә, білет, барлығын ескертіп айтып келдім. Қазіргі таңда оқисыз ба бір жерде? Жоқ, оқымайым. Жұмыс, мамандығыңыз қандай? Сүйікті істеріңіз? Оқымадым. Оқымадым деп айтып жатсыз, Иә. Басқа жұмыспен айналыспайсыз, получается? Негізі Келтірмейді, үміткерімді күтіп отырмын. Просто андай ғой, кішкене қобалжып қолым жүрегім кәдімгі қатты соғып, қолым дірілдеп. Жақсы, өзіңізге келіп алыңыз. Баласа ханым, негізі менің ойымша енді Жанболаттың ойы ол кісіде емес сияқты. Жанболаттың ойы осы біздің арамызда отырған бір қыздың көзіне түскен болатын. Енді қатысушылардың көбісі байқаған шығар деп ойлаймын. Тіптен далаға шыққан кезде қыздардың курткасын енді алып, жаңа қыздың үстіне жауып, андай заботасын жасап жүрген енді жағдайы бар. Енді сондықтан да мен ойлаймын, ол қатысушы, экс-қатысушы мүлдем ол кісінің ойында жоқ, яғни Жанболаттың ойы басқа кісіде сияқты. Енді бірақ одан бөлек бір нәрсе болды ма, бір күмән тудыратындай болса, айтыңыздар. Бір-бірлеріңізбен қай-қайсыңызға сене беретін болсам, жай қарап қалды, немесе киімін алып берді, қамқорлық жасады, бір тағы бір су алып келді деген сияқты болса, онда ол бір түрлі болды. Иә, енді пока что бастамасы ғой деп білеміз, енді Балауса ханым, сұрақ қоя кетсем бола ма, айтыңызшы? Ал керек болса. Басталмаған нәрсені бастамасы дейді. Иә, Балауса ханым. Ал бірақ енді білейік, кімді айттыңыз? Жанерке, жаңа қатысушы. Жанерке өзі білмейтін сияқты, ондай нәрсе болып жатқан. Жанерке? Негізі мен Жанболат үшін бүгін қатты қуанып отырмын, себебі бүгін ғана айтып жатқан еді. Той, маған үміткер келмей кетті ғой, қатты күтіп жүрмін үміткерімді деп. Жанболат маған тек дос ретінде қарайды. Ондай маған қойған сұрақтарын, маған істеген нәрсесін басқа қатысушы қыздарға да істеп жүр деп білемін. Так что мені осы әңгіме бар ғой. Тыңдап сөйлейік бір-бірімізді қазір, Жанболат. Өйтіп қоса берудің керегі жоқ қой. Бәріңізбен күшті араласам, барлық қыздар қауыммен күшті араласам. Тәттілерін алып берем, болмаса суын тасып берем. Ода тұрған ма еш нәрсе жоқ. Барлығына бірдей қарайын, болды. Жақсы, Аделя? Иә, Балауса ханым, негізі жаңадан қатысушы болып келгеннен кейін барлығының қасына барып, осылай деп түсіндіріп жатқанын көріп жүрміз. Ода тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Бірақ та енді бағана айтып кеттік қой, бір жан деген секілді. Сол жанмен алдында біз Аягөз бен Әлішердің ұзату тойында болған кезде маған айтқан етін, айта берейін, енді Аида деген қыз, әлі де Жанболат маған жазып жүр деп айтқан етін. Иә, қалайсың деген секілді араларында хат алмасу болады екен, маған қайта жазып жүр деген сияқты әңгімесі шыққан. Соған енді Жанболатқа күдіктеніп отырық, неменеге мына жерде үміткер күтіп отырсың, егерде сыртта біреумен сөйлесетін болсаң. Жанболат, жауап берсем, біз жарты жылдан ұзақ уақыт бір-бірімізбен мүлдем байланысқа да шықпағанбыз. Просто Аягөздің тойына келді. Сырға салу рәсімі болды ғой? Или Мадинаның? Мадинаның, иә. Сол кезде келген кезінде бір көріп қуанып, кешкісін жағдайын сұрап жазып қойғаным бар еді. Иә, бірақ одан кейін бір ешқандай байланыс болған жоқ. Өзінен де сұрасаңдар болады. Жанболат, бірақ өзі жаңағыдай айтты дейді, жазып жүр деп айтты дейді. Қашан? Аягөздің ұзатуында?
жоқ ондай дүние болған жоқ құдай сақтасын. енді жазып жүрген сіз білетін шығарсыз. жоқ жазған жоқпын деп айтып тұрмын ғой. Сіз жазған жоқсыз, Иә, әлде Мадинаның- Аида мақтанып айтты ма екен? Негізі ондай Жанболат дүние маған болған жазып жоқ. жүрді. Олай емес па? Айттым, мойындап тұрмын. Мадинаның сырға салу рәсімінен кейін мен ол кісіге жаздым. Ол кезде как раз мен үміткерім жоқ еді. Айттым, бір кездесіп, чай ішіп, сөйлесетініміз бар ау дедім. Бір-ақ рет жаздыңыз. Бір-ақ рет. Одан Болса кейін ол кісі жарайды деп келісім берді да, мен ойланып қалдым, мен жобада отырмын. Ертең әңгіме болады осы. Кеш жиіпсіз дейсің. Содан мен жаздым, келісімін алдым, бірақтан кездесуді атпен қылдық та мен барған жоқпын болды. Сонда сіз өзіңіз шақырып алып бармай қалдыңыз ба? Иә. Ол одан да ұят сияқты. Шақырдыңыз, бару керек еді. Енді айтайыншы Иә, бауыржан. Аделя сөзін иә аяқтасын енді қазір. айтып отыр да ұмыттым депші, жарты жыл бойы сөйлеспедік дейсің да, неменеге сен кездесуге шақырады екенсің, сол жерде қалдым, амандастыңдар, болды, биледіңдер, солай қалу керек еді. Қалып кеткен әңгімеміз болды, соны айтуым болмау керек еді. Сен сонда қызға өтірік айтты деп жала жауып тұрсың да қазір, оның мақтанып айтты дегендей қылыпшы, бірақтан сенің жазып шақырғаның іс әрекетінің бәрі ол қызға деген қызығушылық қой, дұрыс емес пе? Ой, алтыным ау, біздің шешілмей қалған үлкен мәселеміз болғанда осы Не жерде деген дау- Не мәселе шешілмей қалған? Ол қазір білеміз, жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, оны білеміз.